Келесі 6-шы есепті қарайық балалар. Енді қарап отырсақ, квадрат түбірасында өрнек бізде алды қосу 3 түбірасына 3. Мына бізге 3 келмей тұр, не істесек болады екен? Ойланайық. Түбірдің астына алайық қайтадан. Түбір астында 6 қосу түбірді квадрат түбірдің астына енгізу үшін бізге квадрат табамыз. 9 3-ке бөлсе 27. Түбір астына яғни 27 болады. Енді бізге осы жерде 4-ті бөліп алу керек. Былай жасақ қалай болады екен? 6 қосу, онда 4 бізге 2 болып шықты. Ал түбір астында бізде 27-ның 4-ке қатынасы болады. Тексерейік. 2-ның квадраты 4 болып келеді. 4-пен 4. Яғни 4 көбейту 4-тен 27, 4-пен 4 қосарып 27 қалады. Осылай істейді. Енді бүйе теоремасын қолданып проблеманы тауып көрейік. Мына жерге сызып қоямын, қасына жазу үшін. Сонымен бірінші және екінші түбірдің көбейтіндісі бізге беріп тұр 4-тен 27-ні, ал қосындысы беріп тұр бізде 6-ны. Бізге ештеңе бермейді пока. Сондықтан квадрат, яғни келтірілген квадрат теңдеуді құрайық. X квадрат қосындысын аламыз. Бірінші қарама астағымен минус 6. 6 минус 6 болып түседі. Минус 6x қосу 27-ның 4-ке қатынасы. Ал дискриминантын есептеп көрейік. Бұл тең 6-ның квадраты минус 4 көбейткен 4-тен 27. Қысқарып кетеді екен 4-пен 4. 6 36, азайды 27 болады. Тең бізде 9 болады екен, жауап 9 түбірасынан шығады. Сонымен x1 және 2 тең түбір астында 6. Мына квадрат теңдеуді шығарып жатырмыз, 6 минус плюс 9-дан түбір астынан 3 шықты және 2. 2 көбейтілген а-ның орнында бізде 1 келтірілген. Сонымен x бірінші 6 минус 3 бізде 3, 3-те 2 бөлсек 1,5. 3 бөлінген 2 болады. Және 6-ға шығарсақ 9, 9-ды 2-ге бөлсек екінші 9 бөлу 2 деп алып көрейік не болады. Сонымен бізде мына 2 өрнек болды. Енді бізге мына 9 бөлінген қосылу екен, онда маңызды емес, 9 қосу болғандықтан, значит, бірінші 9 бөлінген 2-ден өрнекті түбірасына алайық. Тең орталық түбір және әрқайсысы жеке түбір бізде 2-ден 9 түбірасында және 2-ден 3 жеке түбірасында қосындысы осы 2 өрнектің квадраты. Сонымен түбір мен квадрат дәреже қысқартты есептейміз. Модуль таңбасының ішінде түбірден шығара берейік. 9-дан бізде 3 шығады, мұнда түбір астында 2 болады. Қосып мұнда жекесі болады, түбір астында 3 және түбір астында 2. Бұнда модуль қажетті емес болды, өйткені бізде 10 сағат. Осы амал енді ортақ бөлімге келтірейік. Түбір астында 2. Значит, өрнек бізде 3 қосу түбір астында 3 болады. Яғни біз сыртқы бірден құтылдық. Радикалдық көздерден радикалдан құтылдық. Теоремасы арқылы.